алып анадан туады дейді. Баласы бәйге шапса, анасы тақым қысады, дұрыс айтасыздар. Ана бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді, дұрыс айтасыз. Анандай бар ма? Папа бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді. Бар ма сондай? Жоқ қой? Жоқ, мінекей, бұл әлем әйел үшін жаралған екен ағайын. Сондықтан да игі жақсылар, мынау қазақта ана тілі деген пән бар, бірақ папа тілі деген пән жоқ екен. Сөйтсек, ұрпақты тәрбиелейтін бұл ана екен. Әкеден не келеді, білесіздер ма? Әкеден бір-ақ нәрсе келеді. Әкеден ата діні келеді екен. Ал қалғанның барлығы анасынан келеді екен. Сондықтан ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деп біз бүгін Ғазизді мақтасақ, Ғазиздің бойындағы қасиет әкенің, атаның дінімен, әкенің қасиетті қанымен, ананың ақ сүтімен келген қасиет ағайын.